Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр жабдығын сынауды жүргізу. Электр жабдықтарын сынау түрлерін 5 санатқа бөлуге болады. Яғни бірінші типтік ескі құрылымдардан, материалдардан, технологиялардан ерекшеленетін жаңа жабдықты сынау болып табылады. Екінші бақылау кез келген электр бұйымын тікелей зауыттан шығарар алдында сынау. Үшінші қабылдау тапсыру сынақтары монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін орын алады. Төртінші пайдалану сынақтары жабдықты күрделі жөндеуден кейін немесе алдын алу ретінде электр қондырғыларын пайдалану кезінде белгілі бір кезеңділікпен тексереді. Арнайы сынақтар зерттеу сипатында болады. Яғни бұл 5 түрлі сынау жұмыстары электр жабдықтарын әртүрлі жағдайда сынаған кезде қолданылатын сынақтардың түрлері. Яғни бұған жүргізілетін сынақтардың түрлері, күштік трансформаторларға жүргізілетін сынақтардың түрлері: өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынау, оқшаулама сипаттамаларын өлшеу, орамдардың тұрақты тоққа кедергісін өлшеу, жабдықты пайдалануға енгізу шарттарын зерттеу, бос жүрістегі шығындарды өлшеу, әр тармақтарда трансформация коэффициентін анықтау, яғни фазалау, бір фазалы шықпалардың полярлығын және 3 фазалы трансформаторлардың қосылу тораптарын тексеру. Сонымен қатар трансформаторлық май сынамасында сынау. Бұл да күштік трансформаторларды сынау жұмысының түрі, яғни арнайы зертханалық лабораторияларда немесе жылжымалы көліктерде ішінде орналастырылатын лабораторияларда күштік трансформаторларға сынама жүргізіледі. Алдарыңыздағы схемада кернеу көрсеткіш сымдарының тұтқалардың оқшауламаларын электрлік принципиалды схемасы көрсетілген. Бұл жерде су құйылған ыдысқа электрод салу арқылы сыналатын трансформаторымыз қойылады. Трансформатордың бірінші орамасына қорек көзі, екінші орамасына міне сынау жұмысы жүргізіліп жатыр. Бұл жерде арнайы амперметріміз қолданылады. Яғни бұл трансформатордың мысалға су құйылған ыдыс су болсын немесе майының сынамасын сынау жұмысы жүргізіліп жатырған схема. Алдарыңызда да күштік трансформаторларды сынау жұмысының кезеңі көрсетілген.
Бұл құрылғының тағы бір ерекшелігі, егер де жоғарғы жерде өлшенетін болса, мысалға күштік кабельдер болсын, күштік трансформаторлар болсын, тағы да басқа құрылғыларымызды тексеру, өлшеу керек, сынау керек болатын болса, бұл аспапты өзімізбен бірге алып жүруге өте ыңғайлы және оңай. Бүгінгі сабақ бойынша сынау жұмыстарының түрлері, жүргізілу уақыты, кезеңі, оның қандай жақсы бір ерекшелігі сияқты көптеген сұрақтарға мағлұмат алдыңыздар деген сенімдемін. Тыңдағандарыңызға рахмет.